Саламатсыздар көрермендер, назарларыңызда халық кәсібі бағдарламасы. Өздеріңізден мен Айнұр Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың басты қонағы Жақсы спорт кешенінің басшысы Нұржан Закарияұлы. Саламатсыз Нұржан, менің естуімше сіз осы бокс саласымен айналысқаныңызға 17 жыл болған екен. Жалпы осы спортқа келуіңізге кім түрткі болды, кім алып келді жалпы? Дұрыс айтасыз, 17 жыл болды осы жыл. 2003 жылы Ақылбек Темиров деген жаттықтырушыда жаттықтым. 2010 жылға дейін сол кісінің қолында болдым. Көптеген жарыстарға барды. 2010 жылы Алматы қаласында бокстастым. Соңғы жарысым сол Алматы қаласында болды. Одан кейін Маңғыстау өңіріне оралып, ағайдың көмекшісі болдым. 2012 жылы бокс жаттықтырушы болдым өзім. Сонымен қатар Жаңаөзен қаласында дене шынықтыру, сауықтыру кешені бар. Сода қатар әдіскер жұмысын қатар алып жүрмін, екі жұмыста қатар. Демек, әлі спортта жүрмін. Өтеміс атындағы? Өтеміс, рахмет, Өтемісов атындағы. Сол жерде бапкер болып қызмет еттіңіз? Бапкер болдым және әдіскер едім. Жалпы осы Жаңаөзен қаласы бойынша қанша жарыстарға шықтыңыз, нешінші орындарға ие болдыңыз? Жаңаөзенде тек өзіне тоқтала кететін болсақ, бір 8 жарысқа шыққанмын. 8 жарыстың орынға иеленетін, 8-інде де бірінші орынға иелендім. Аллаға шүкір. Басқа қалаларды айтпағанда. Екінші, үшінші орын алып қалған кездеріңіз болған шығар? Басқа қалаларда болды. Екінші орын, үшінші орын, кейде ұтылып қалған кездерде болды. Еңсеңіз түскен жоқ па? Жоқ. Осы Нұржан, жақында сіз қаламызға үлкен бір іс тындырдыңыз деп те айтсақ болады. Үлкен бір мақтан тұтатыныңыз жақсы спорт кешенін аштыңыз. Осы кешен туралы айтып кетсеңіз, неліктен жақсы деп қойдыңыз? Жалпы осы спорт кешенін ашуға не түрткі болды? Кім себепші болды? Бұл бала кездегі арман ба әлде? Біріншіден сол кішкентай күнімізде боксқа қатынасып жүрген кезімізде ой болды. Осындай бір бокс кішкентай залды салсақ, өзіміздің залымыз болса деген. Себебі ол кезде енді жаттықтыру, тренировка барамыз ғой біз. Сол кезде ағайды күтіп, сыртта отыратымыз кішкентай күні. Сол кезде ойлайтынымыз, ескілтеулі 1 сағат бұрын барамыз жаттығуға. Күтіп отырамыз, сол кезде ойлайтынымыз өзімізге бір бокс залын салсақ деген. Келе бере осы уақыт өте келе, осы Рахат ауылында екіншіден осы спорт кешені жоқтығы. Үшіншіден енді оны шындықты айта кету керек, өзіміздің енді спортта жүрген әр баланың өзінің ойы болады. Азияны, әлемді олимпиаданы бағындыру, қазақтың туын көтеру. Енді мен сол спортта сол жетістіктері жетпегеннен кейін ізімнен өсіп кеткен ұрпақтар, інілеріміз осы қазақтың туын желбіретсе екен деп. Себебі осы спорт кешенінен әрбір бала чемпион болған. Енді өзіміз чемпион болғандай қуанамыз. Сондықтан біз сондай бір жақсы дүниелер түрткі болды. Осы құрылыстың дизайнын өзіңіз қалыптастырдыңыз ба? Өзіміз. Жоспарға тоқталсақ, жалпы жоспар айтып кетсеңіз, биыл спортшылар жылы, Дұрыс айтасыз, осы жылы спортшылар жылы деп бекітілген екен. Себебі алдыңғы жылы айтқанбыз, 2019 жылы осы спортшылар жылы болса жақсы болар еді. Спорттық іс-шараларды көбейту керек деп қаламыздың мәдениет және спорт орынбасары Аманғали деген ағамыз бар. Ол кісіге қазір хат жүзінде де шығып жатырық. Осындай жақсы спорт кешенде бір қандай да бір жарысты бекіту, қандай да бір үлкен жарыстарды өткізу, соны қолға аламыз деп. Біз енді тәжірибе бар, сондай жарыстар өткізуге. Тек мүмкіндік әкімдік тарапынан қолдаулар болса, бұйырса жарыстар өткіземіз. Нұржан, жалпы бұдан басқа қандай саланы дамыту ойыңызда жүр? Сіздің айтып отқаныңыз енді жақсы сұрақ. Осы сұраққа тоқталып өтетін болсақ, осы елге әлеуметтік маңызы зор дейді, сондай бір ғимарат салсам ба деген басқа сала дедіңіз ғой. Сол саланы
дамуына өз үлесімді қосқым келеді. Ол қазақтың қол өнері. Қол өнері, яғни мына қолында өнері бар қандастарымыз бар, апаларымыз бар, жұмыссыз. Соларға бір қандай да бір ғимарат салып, соған бір тігін цех сондай ашқымыз келеді. Алдағы уақытта осыны қолға аламыз. Қазірдің өзінде ізденудемін, жұмыстанып жатырық. Себебі ол енді жерімізді алсақ, ғимаратымызды салсақ, жұмыссыздар, апаларымызды жұмысқа орналастырсақ, және де оларды оқыту. Өзімде сондай бір ой жүр, осы ой мазалап. Күндізде түнде осы жұмыстың барысында сол. Мемлекет тарапынан қандай да бір қолдау алып көрдіңіз ба осы күнге дейін? Қолдау алып көрген жоқпын, бірақ та енді кеше іссапармен келген Бердібек ағамыз Сапарбаев өзінің жақсы сөздерін айтып, осындай іспен көрсетіңдер Нұржан секілді дегенде, өзінің мемлекет тарапынан көмек болатынын айтып кетті. Алдағы уақытта бірігіп көреміз осы цехты, қандай да болмасын осы әкімдік тарапымен ақылдасып бірге. Осы цех деп айтып жатырсыз ғой, оны қайдан салу ойда бар? Осы Рахат ауылынан. Енді сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, оқу тегін бола ма оларға арналған? Енді сол мәселен жаңа Нұрбек деген ағамыз бар, Атамекенде. Сол кісімен ақылдасқам, барып. Енді ол жаңа айтқандай, жұмыстанып отырмын дегенде, барып ақылдастым. Қалай болады? Сондай бағдарлама бар ма сізде? Ол ағамыз айтты, бар, мүмкіндік болады, ондай біз тегін оқытайық. Ол да енді жақсы болады, ондай бағдарлама болатса. Ол Атамекенмен біргесіз ба әлде қалай? Жоқ, енді Атамекенмен ақылдасып отырмын. Алдағы уақытта Атамекен соны жүзеге асырып берсе, онда нұр үстіне нұр болады. Біз жұмыссыздарды жұмысқа алып, одан соң жаңа Атамекен білім тегін берсе деген. Нұржан, енді осы жақсы спорт кешеніне кеңінен тоқталсақ, осы спортты салатын кезде қанша қаражат жұмсалды, сыйымдылығы қанша адам, неліктен атау енді жақсы деп қойдыңыз, барлығына тоқтап кетсек кеңінен? Жақсы деп, енді жақсылыққа қойдық. Барлығы жақсы болсын, жақсы азаматтар тәрбиеленсін. Осында қаламыздың, еліміздің абыройын көтеретін осы жақсы спортшылар осына шықсын деген жақсы тілекпен. Ал тоқталып өтетін болсақ, мұнда енді карате, бокс, дзюдо, қазір енді пауэрлифтинг дейді ғой. Сол спорт түрі қазір дамытып жатырық. Осылар қазір жұмыс жасауда, қазіргі уақыттың өзінде. Өзімде енді бокс жаттықтырушымын осында. 85 оқушыдай өзімде оқушы бар. Жалпы сыйымдылығы қанша? Сыйымдылығы қазіргі уақыттың өзінде 350 адам. Онда жаттығып жатыр. Каратесі бар, жаңа еркін күресі бар. 350 адамдай. Болашақта күннен күнге қазір бала саны өсіп жатыр. Жақсы, балалардың құлшынысы өте жақсы деп айтсам болады. Осы қанша жастағы балаларға тегін? Қанша жастағы балаларға енді кішкене тегін емес? Барлық балаларға тегін. Қазір спортшылардан біз ақша алмаймыз, яғни әр бапкер өзіне байланысты, өздерінің жаңа жұмыстарына байланысты өздері ұйымдастыра береді. Негізінде сол 16 жасқа толмаған балалардың барлығына тегін. Барлық балаларға тегін. Төмен отбасы балаларына қандай жағдай жасалған сіз? Төмен отбасыға енді шынын айту керек, кейде енді достарымыз өзіміз бір ұйымдастырып соларға бір тегін қатысатын ол бір бөлек. Оларға жаңағыдай бір бокс, перчатка, сондай бізде бент дейді бокста, соларын алып беруге тырысамыз. Өзіміздің қаражаттарымыздан алып беруге тырысамыз. Яғни қолдау көрсетесіздер, иә? Аллаға шүкір. Жастарға мемлекет тарапынан қандай қолдау керек, немесе қолдау болып жатыр ма? Қолдау болып жатыр. Соны енді алып кететін қазір біздің жастарымыз бар. Қолдау қазір жақсы жастарымыз бар. Жұмыс істегісі келеді. Бірақ үкімет тарапынан жаңағындай бір несие,
пайсыз несие дейді, сондай берілсе жақсы болар еді. Қолдау болып жатыр. Қаламызда қандай кәсіп түрін дамыту керек деп ойлайсыз? Қаламызда бірінші ойлап жүргенім өзім мына кішкентай бүлдіршіндерге ойын сауық кешені дейді, үлкен бір сондай жерлер, сондай бір саланы дамытса деймін кәсіпкерлер. Сосын жаңа екінші жүрген мұз айдыны. Мұз айдынына мысалы айта кететін болса, Ақтау қаласына барады. Әр аптаның 6-7 күні мұз айдынына Ақтауға барады кейбір отбасылар. Сондықтан неге өзіміздің Жаңаөзен қаласында ашпасқа? Неге бір мысалы магазин ба, соны тек дамыта бергенше осындай бір салаларға да көңіл бөлген дұрыс деп есептеймін. Осы қалай ойлайсыз, Нұржан? Осы спортқа келіп жүрген балдар жігерлі ме біздің? Жігерлі қазір, иә. Қазір балдар жаман емес, жаттығуда байқаймыз. Барлығы бірдей жаңа, бірден әрине чемпион болғысы келіп тұрады, көздерінен байқайсың. Бірақ дегенмен көбірек еңбек ету керек. Еңбек ету арқылы ертең жастарда өздеріне оңай болады. Үлкен осы еліміздің намысын қорғайтын осы рахат ауылында оқушылар көп. Көбінесе неге қызығады? Қай спорт түріне мүмкіндік жоғары? Қазір енді осы жақсы спорт кешенінің өзінде бокс пен еркін күресте бала саны өте көп. Осы екі спортта қазір сұраныс болып тұр. Нұржан, жалпы цехты ашу менің жоспарымда бар дедіңіз да. Оны қай жылдары ашпақсыз, қанша адаммен жұмыспен енді қамтығыңыз келеді сол цехта? Мүмкіндік болса, осы 2020 жылға ашыңыз келеді. Ел игілігіне осы жұмыстың басы басталып кетті. Қазір айтып отырмын, ағаларымызға бардық, ақылдастық, іздену үстіндеміз. Ағаларымыз да өзі айтып жатыр. Бұл Нұржан, сізге қандай пайда болып келеді деп. Мен айтамын, осындай ниетіміз жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру және оларға білім беру. Енді елге пайдасы бар деп айтып жатыр. Енді оны анамызды өзі айтып жүрді ғой. Көпшілікте отырыста осы Нұржан баламды ел үшін тудым дегендей. Сол сөз бәлкім шындық болар. Осы елге деген пайдасы бар, жаңа істерге көбірек көңіл бөліп жүр. Жаңа енді ашылу салтанатында көптеген ағаларымыз келді. Үлкен алғыстарын білдірді бізге. Сол халықтың алғысы бір үлкен қолдау болады. Себебі рахат ауылының ақсақалдары бар. Жиналып келіп, батасын беріп, сонда ақ тілегін айтты. Бір соның өзі бір қуаныш жағдай. Мына құттықтау сөзінде мына Иманғали Тасмағамбет деген ағамыз бар. Спорт кешенінің өзінің құттықтау сөзінде өз басым сізді ел игілігіне туған азамат ретінде көрем деді. Енді осындай жылы жақсы сөздер болып тұрғанда бізге сол құлшыныс береді. Осындай елге өзіміздің жергілікті туып өскен жеріміз ғой. Дегенмен бір үлесімізді қосып кетсек, онда жақсы болады. Негізгі мамандығыңыз? Негізгі мамандығым спорт. Спорт. Себебі енді осы құрылыста жүргеннен кейін қазір айтып жатырмыз ғой адамдарға. Достарымыз бар көп. Қандай да бір жұмыс бастасақ, істесек, бұл ол айтылатын сөз, шынын айту керек. Мемлекеттік болсын, жекеменшік болсын, біздің енді көздегеніміз соны дұрыс салу, дұрыс жүзеге асыру. Яғни мысалы спорт кешенін салдық, оны ешқандай да бір қандай материал қымбат болсын, бірақ сондай қымбат материалдармен салдық. Себебі ол балалар келетін жер болғандықтан ондай мәселелерге мұқият болу керек. Сондықтан осы құрылыс саласында қазір кішкене қызығушылығымыз бар. Сізге кімдердің сөзі маңызды? Мен бірінші әке-шешеміздің және осы достарымыздың қандай да бір іс бастар кезде достарымызбен ақылдасамыз. Істеуге бола ма, елге пайдасы бар ма, сондай сұрақтар бірден келеді осы қандай да бір іс бастар кезде. Сол
достарымыздың сөздері маңызды деп есептеймін. Әке-шешеміздің және де осы ел ағалары бар ғой, ақылдасамыз міндетті түрде барамыз. Енді сол кісілермен сөйлескенде жаңа сөздері маңызды, жақсы сөздер айтса, егер соларды қалай айтсам болады енді, соларды сол сөздеріне мән беруге тырысамыз. Сынды көтере білесіз бе? Сынды көтереміз, егер орынды сын болса. Әлеуметтік желіде қаншалықты отырасыз? Әлеуметтік желіде отырмайды екен. Оған қазір қолым бос емес. Жаттығуымыз бар, жұмысымыз бар. Сондықтан әлеуметтік желіде отырмаймыз. Көп пайдаланбайсыз, иә? Или жиі қолданасыз ба? Мүлде пайдаланмаймын десем де болады. Тек осы жаңалықтар, соларды қараймыз. Жалпы өмірдегі ұстанымыңыз қандай? Әділдік болған қалаймыз. Қандай да бір жерде, қандай да бір жұмыс бастасақ, соны жауапсыз қалдырмау. Спортшы болам деген адам қандай болу керек жалпы? Спортшы болам деген адам Қандай қиындыққа төтеп білу керек? дұрыс айтасыз, ол қандай да бір қиындық болса, соны жеңу керек. Болды. Басқа ол жерде айтар сөз жоқ. Қандай қиындық болса да, болды, соған дайын болу керек. Мейлі ол жаңағындай қаражат мәселесі болсын, мейлі ол жаңағындай оқу мәселесімен бара алмай жатыр. Бірақ та солардың барлығын ойластырып қатар алып жүру керек. Қиындық болады спорт болғаннан кейін. Спортта көп жүрген адам, сондықтан да қандай да бір қиындық болып жатса, оларға оңай жеңіп шығу, алып шығу. Себебі ол сол спортта жүріп, осындай әртүрлі жағдайларға міндетті түрде кездеседі. Содан өте білу керек, иә? Өте білу керек. Енді Нұржан, өзіңіздің осы жастарға бір ыстық лебізіңізді, тілегіңізді айтсаңыз. Жастарға тек іздену, сол турасында көбірек айтқым келеді, еңбек ету. Біз қазір осы еңбек еткенімізге байланысты алдағы уақыттарымызға, болашаққа, ізімізде өсіп келе жатқан інілерімізге міндетті түрде пайдасы тиеді. Сондықтан ерінбей еңбек ету керек. Осы ізденісте болу, қандай да бір жаңағы өзіңіздің айтып өткен қаламызға жетіспей жатқан, яғни салалар бар, жаңағы дамымай жатқан. Екінің бірі қазір есту салып жатыр ғой. Мысалға, соны ізденіп, жаңағы үкімет тарапынан қандай да бір көмектер болса, барып, сұрастырып, аяғына дейін соны жүзеге асыру керек. Сондай бір жақсы ойлар болса, жастарға айтатыным сол. Бізбен сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Алдағы уақытта енді қолға алайын деп жатқан істеріңіз аяқталып, бір осы да тағы да халқымызды қуантыңыз дегім келеді. Және де осы кешеннің спортшылары биіктерден көріне берсін. Сәттілік тілеймін тек. Ал біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше.